Білім және ғылым министрінің бұйрығына сәйкес биыл елімізде білім мекемелері басшыларын ротациялау жұмыстары жүргізілуде. Осыған сәйкес Шымкент қаласында бұған дейін 46 бірінші басшы ротациялау тәртібімен орын алмастырған болатын. Олардың 40-ы мектепке дейінгі мекеме басшылары болса, 6-ы мектеп директорлары болып табылады. Міне сол кезеңде, яғни ротациялау комиссиясының алғашқы отырысында орын алмастырған басшының бірі Гүлзира Өтепбаева болатын. Ол сол жолы өзі 9 жылдан астам уақыт басшылық жасап келген балабақшадан Шымкент қаласындағы нөмірі 98-ші Мерей бөбекжай балабақшасына меңгеруші болып ауысты. Ауысып келгеніңізге де бір айдың жүзі болыпты бүгінгі таңда. Жалпы ротациялау қалай болды? Сізге жалпы жаңа ұжым қалай қабылдады келгеніңізде? Осы ротация туралы ойыңызбен бөлісіп өтіңізші бірінші кезекте. Негізі ротация оң өзгеріс, жаңа қадам, тәжірибе алмасу деген сияқты жаңа ұжымда жаңа жұмыстар, жаңа тәжірибемен бөлісу деген сияқты өте оң шешім деп есептеймін мен. Жаңа өзіңіз айтып отқандай 4-ші наурыз күні Шымкент қалалық білім басқармасының бұйрығымен ротацияланып осы жерге тағайындалдық. 98-ші Мерей бөбекжай бақшасы 83 жылы ашылған балабақша екен. Содан бері бұл қара шаңырақ, көптеген ұстаздар осы жерде жұмыс істеп жасап жатыр. Көптеген балдар тәрбиеленіп шықты. Ұжым өте жақсы қабылдады. Өте тәжірибелі, жоғарғы білімді, жақсы ұстаздар қызмет атқарып келе жатыр екен. Педагогикалық ұжым, техникалық қызметкерлер барлығы өз лауазымдық міндеттерін жақсы атқарып келеді. Осы бір айдың көлемінің ішінде балалармен таныстым, әр топтың балаларымен, және де ата-аналармен танысып та үлгердім. Көптеген іс-шараларға жоспар қойып, алдымызға мақсат қойып отырмыз. Міне нақ осы ротациялау тәртібі бойынша орын алмастырған Гүлзира Қилыбайқызы жаңа ұжымға келе сала білек сыбана іске кіріскен. Талай жылдық тәжірибесі мол басшы мектепке дейінгі білім мекемесіне келген бойда балабақша аумағын көркейту жұмыстарына басымдық берген. Нәтижесінде мекеме ғимараты мен қоршаулары толықтай әктеліп сырланса, айналаны көгалдандыру жұмыстары да қолға алынған. Осы орайда жаңа ұжымға келгеніне бір айға жуықтаған басшы ротациялау бірінші басшылардың кәсіби әлеуеті мен басқарушылық тәжірибесін тиімді пайдалануға мүмкіндік береді деп санайды. Әрине, министрліктен шыққан бұйрық болғандықтан бұл өте оң нәтиже деп мен есептеймін. Біздің Шымкент қаласынан көптеген балабақша меңгерушілері ротацияланды. Қазір өзіміздің әріптестерімізден де жаңағы күнделікті хабарласып, бір-бірімізбен тәжірибе алмасып отырмыз. Ол кісілердің бәрі көңілдері жақсы, барып атқарып жатқан бақшаларда жұмысты атқарып жатыр. Оң нәтижесі бар деп есептейміз. Мектепке дейінгі білім беру саласында еңбек өтіліңіз қанша жылды құрайды? Бұған дейінгі жұмыс жасаған ұжымда қанша жыл жұмыс істедіңіз? Осы жақтарына тоқталып өтіңізші. Жалпы мен өзімнің еңбек өтілім, педагогикалық стажым 35 жыл. Осы балабақша саласында мен 2002 жылы келгем. Онда келген кезімде қазақ тілі мұғалім болып келгем. Ең алғаш 41-ші бөбекжай балабақшасына. Одан кейін әдіскер қызметіне ауыстым. Солай сатымен келіп, осындай меңгерушілік қызметіне тағайындалған болатынмын. 2012 жылы 3-ші шілдеде номері 69-ші Еркебұлан балабақшасында. Ол балабақшада мен 9 жыл 6 ай қызмет атқарған екенмін. Ол жерде көптеген жұмыстар атқарылды. Ұжым шығармашыл, жақсы жұмыстар атқарып, үлкен биіктерге жетіп, нәтижелі жұмыс көрсете білдік. Енді мұны Құдай қаласа Мерей балабақшасына да келгеніме бір ай болған екен. Енді Мерейін үстем етеміз деп жоспар қойып отырмыз алдымызға, атқарамыз деп. Жаңа ұжым қалай қабылдады сізді? Жалпы Мерей балабақшасының ұжым өте керемет екен. Алдыңғы жұмыс атқарған меңгерушілердің жұмысының нәтижесі өте жоғары екен. Рыскүл Спатаевна деген біздің үлкен қадірлі апайымыз істеп кеткен, ол жаңа пенсияға кеткен апай. Одан кейін Ақмарал Абдманапны деген тәжірибелі меңгеруші істеген. Сол кісілердің салған дара жолы бойынша жұмысымызды атқарамыз. Алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіз, жалпы осы ротациялаумен ауысып келген басшы ретінде, жалпы осы Мерей балабақшасының
жұмысын ілгерілету бағытында қандай жобаларды жүзеге асырасыз? Алдағы мақсаттарыңызға тоқталсаңыз. Жалпы қала бойынша 23 тірек балабақшасы бар екен. Сол 23 тірек балабақшасының ішінде осы 98 мерей балабақшасы да бар. Бұл балабақшаның өзінің бағыт бағдары бар. Сол біз жоба аясында іс-шаралар өткіземіз. Оның жылдық құрылымы бар, айлық құрылымы бар деген сияқты. Осы жылды сол жоспармен аяқтап, келесі Құдай қаласа 22-23 оқу жылына жаңадан жақсы ауқымда жоспар жасап, жұмыстарға жалғастырамыз деп ойлаймын. Мақсатымыз алға қойған көп, міндеттеріміз де бар. Сонымен барлығымыз ұжыммен, педагогикалық ұжыммен, техникалық ұжыммен бәріміз бірлесіп, сол мақсат мұратымызға жетеміз деген ойдамыз. Ротация әрбір басшы үшін тәжірибе алмасу әрі жаңа қадам екендігін айтқан Гүлзира Қилыбайқызы бұл оң өзгерістерге жол ашады деп санайды. Осылай деген Мерей балабақшасының меңгерушісі жаңа жұмға келіп жұмыс бастаған қысқа уақыт ішінде мұндағы қызметкерлермен ортақ тіл табыса біліп мекеменің жұмысын жетілдіруге күш салып келеді. Осы мақсатта жуырда мекемеде шоғырланған оқыту технологиясы танымдық дамудың кепілі тақырыбында сынып шеберлік өтсе, балабақша меңгерушісі осы бір шараның жоғары деңгейде ұйымдастырылуына өз үлесін қоса білді. Мұндағы мақсат тәрбиеленушілердің танымдық қабілеттерін арттырып, креативті ойлай білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру болып табылады. Абай Омаров, Бақыт Байменов, Ғалымжан Мамытов, Мәди Жаппарханов, Кемел арнасы.